Қайырлы күн достар. Бүгін бізде кезекті подкаст. Біздің қонақта арнайы осы профориентация, кәсіби бағыт бағдар беру, бизнес кәсіпкерлік оқу жобасының авторы, тәлімгер жобасының авторы, сондай-ақ ғалым, PhD доктор, соңғы қорғаған әлеуметтанушы Айгүл Сапарғалиқызы. Қош келдіңіз Рахмет. біздің кезекті подкастымызға. Біз енді осы подкасттарда жалпы біздің көрермендерімізге, мұғалімдерге, профориентолог мамандарға, сондай-ақ оқушы жастарға негізгі пайдалы контент ұсынамыз. Негізгі біздің тақырыбымыз жалпы профориентация туралы. Біздің негізгі тақырып кәсіби бағыт бағдар беру. Себебі қазіргі мамандардың айтуынша ерте жастан берген кәсіби бағыт бағдар бұл баланың болашаққа өзінің мамандығын жоспарлау, өзінің өмірін жоспарлауға көмектеседі. Жалпы өзі ертең кім болады. Жалпы қалай ойлайсыз, баланы қай жастан бастап осы профориентацияға, кәсіби бағыт бағдармен айналысу керек? Бұл бірінші сұрақ. Жалпы енді сіздің ойынша профориентация, кәсіби бағыт бағдар беру деген не? Сіз оны қалай түсінесіз жалпы? Осы сұрақтан бастасақ. Жақсы, Айдар мырза, осы тақырып өте өзекті. Осыған шақырып, ой талқылап, осы халыққа сол негізгі ойлар жеткізуге мүмкіндік берген үшін көп рахмет. Енді мен өз ойымды айтатын болсам, бұл ойдың әр идеясы жүзеге асырылып келеді. Ол кәсіби бағдар беру, кәсіпкерлік сана қалыптастыру, бизнеске икемдеу, нарықтағы мына болып жатқан мүмкіндіктерді балаларды мектеп қабырғасынан ой салу, қалыптастыру, сонымен айналысып жүрген азаматшаның бірімін. Енді қазіргі таңда мына кәсіпке бағдар беру деген бұл біздің еліміз үшін өте өзекті мәселе, себебі экономикамыз осыған бағытталып келеді. Бізге кәсіпкерлік санасы бар қоғам қалыптастыру керек. Оның бір нәтижесі ол инновациялық экономика. Қазіргі міне бүгінгі күні болып жатқан диджитал форумның өзі жәнегі жасанды интеллекттің біздің өмірімізге жан-жақта кіріп жатқанын және онсыз болашақ жаһандану заманын біз елестете алмайтынымыз, соған балаларды мектеп қабырғасынан икемдеу керек. Қазақтың жалпақ тілінде айтқан кезде осы тарыдай болып кіріп таудай болып шығатын бала бұл мектеп қабырғасы. Мен енді түрлі жиындарда, түрлі платформаларда сөз сөйлеген кезде айтам, колледж қабырғасында немесе университет қабырғасында бұл өте кеш. Барлық күшті біз қазір жан-жақтан экожүйе ретінде мектепке көмектесуіміз керек. Менің айтарым, 30 жылдан астам мен білім саласында, ғылым саласында жүрген азамат ретінде мемлекет тарапынан барлық дүние жасалған. Инфрақұрылым, институционалды қолдау, мектеп салынды, мұғалім қамтамасыз етілді, оқу бағдарламасы бар, оқушылар бар. Енді одан басқа мектеп, мемлекет не істейді? Ол бизнестағы өкіл емес қой. Ол жәнегі бизнес процесс, нарық заман түсіне қоймайды. Менеджмент ол жерге қалыптаспаған, ол мемлекет. Ал енді біздің қоғамда енді бір өкінішке орай бір сондай көзқарас қалыптасқан, мемлекет барлығын жасау керек деп. Енді мен де сол мемлекеттің қоғамның өкілі ретінде, ана ретінде мен сол пікірмен келіспеймін. Өйткені мемлекеттің тарапынан жасалған дүние енді бизнес, тәлімгерлік жасау керек. Сол себептен сол тәлімгер деген жобасының авторы болып, соны жан-жақтан талқылап, мен тек қана қазір бизнес өкілдерімен, ірі бизнес өкілдерімен осы бағдарламаны жүзеге асырып жүрмін. Енді нақтырақ айтатын болсам, бұл Маңғыстау облысы бойынша бұл 160 мектеп, 25 колледж және 400 балабақша. Біз оны экожүйе ретінде қалыптастырық, және бұл сабақтастық жүйесі. Балабақша, мектеп, колледж, университет деген сияқты.
Және жаз бойы Қостанай облысында кәдімгідей кезінде тарихта біздің Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаевтар сияқты ағартушылық жұмыспен айналыстық. Біз сол Қостанай облысында білім басқармасының қолдауымен, RG компания, Алюр компаниясының қолдауымен осы тәлімгер жобасын жүзеге асырдық. Бұл 10 ауданды қамтамасыз еттік. Алюр компаниясы бізге өзі өндірісте шығарып жатқан автобустарды берді тегін. RG компания сол методология, әдістемелік дүниелердің барын қаржыландырды. Сонымен бір топ методолог, профориентолог, психолог, социологтар, әлеуметтанушылар Қостанайдың 10 ауданында жаз бойы жүріп 600 баланы қамтамасыз еттік. Яғни жазда бос жүрген балаларды қайтада мектеп қабырғасынан шақырып, осы кәсіби бағдар беру ол тест арқылы жүзеге асты. Сол тесттің аясында біз баланың табиғаттан берілген қабілетін анықтай отырып, сол жерге мына қазіргі заманның дағдысын қалыптастыруға бағыт алдық. Сонда біз мысалы енді бір топқа бір 30 бала жинасақ, бізде сол мектептің қабырғасына 100 бала келіп тұр ғой. Енді жоқ деп айта алмаймыз ғой балаға. Бәрін қамтамасыз еттік, иә. Енді менің өзі әріптестерім қатты шаршаса да, осы Астанаға келіп айтады, Айгүл Сапарғалиқызы, біз қатты шаршадық, бірақ эмоциямыз шексіз дейді, біз кәдімгідей жұмыс жасадық деп та. Енді тарихта сондай бір шолу жасайтын болсақ, сол кезінде Ыбырай Алтынсаринда біздің осы алаш өкілдері осымен айналысты ғой сол. Енді мен түсінгенім осы, және де біз Самұрық Қазына мен Самұрық Қазына Траст деген қор бар, солармен Альфия ханым бар, өте мықты. Сол кісімен бірге бірлесіп, сол Самұрық Қазынаның туған жерге тағзым деген осы поезд, жаз бойы жүретін поезд бар, туристік поезд. Соның бір шетін бізге беріп, бір вагонын беріп, біз Ақтаудан бастап Кентауға дейін 7-8 қаланы қамтып, сол вагон ішінде 400 баланы қамтамасыз еттік. Біз кәдімгі индустриальдік поезд деп атадық та, осымен жүрдік. Сонымен жаз бойы 1,5 мың баланы осы кәсіби бағдар бойынша біз қамтамасыз еттік. Бірақ барлығы ойын түрінде жүрді. Сол жәнегі тест, диагностика жасадық. Ақпарат берілді, әр балаға портфолио жасадық, ол портфолияны ата-ананың қолына бердік. Міне біз балаларыңыздың қабілетін анықтай отырып, мысалы математика жақын ба, жоқ жаратылысына жақын ба, гуманитарлық бағытта жақын ба, балаларыңыз біліңіз, бізден қол үзбеңіз, біз ары қарайда тәлімгерлік жұмыс жасаймыз деп, яғни менторлық жұмыс, иә. Енді Айдар мырза айтайын дегенім, біз 20 миллион қазақстандықпыз, біз әр баланың әлеуметтік портретін білуіміз керек деп ойлаймын. Сонымен қоғаммен біз қоян-қолтық жұмыс жасадық. Осы ретте сіздің студияңызды пайдалана отырып, сол RG және Алюр компаниясы алғысым шексіз. Өйткені олар мен айтқан дүниені түсінді де, иә, сіз дұрыс айтасыз, осы кәсіби бағдарды осылай жұмыс жасау керек деп. Бірақ соның аясында біз өзіміздің мұғалімдерге үлкен жұмыс, солармен бірге үлкен жұмыс атқардық, ол әдістемелік қолдау көрсеттік. Енді қараңыз, нарықтағы қандай дағды керек, қандай құзыреттілік керек, ол нарық қана айта алады, яғни бизнес айта алады. Я біздің мемлекеттің тарапынан енді мектепте сондай арнайы маман бар, арнайы штатта адам бар, бірақ ол жеткіліксіз деп ойлаймын. Өйткені сізге айтып отырған жобаларым осыны қазір нақты әлсіз жерлерін көрсетті. Сондықтан енді жаз бойы жүрген сол жобаның аясында кемшіліктер көре отырып, мен автор ретінде сол экожүйе қалыптастыруға міне осы қыркүйек айынан бастап жұмыс жасай бастадым. Енді бізде тәлімгер жобасы үнемі халық қорымен қаржы беріледі. Яғни осы тәлімгер жобасы осы 3 жылдың аясында халық қорының өзінің білім беру бағытындағы жобасы болып саналады. Бізді үнемі қаржылай қолдау көрсетіп, бізбен бірге жүзеге осындай үлкен мақсатты жобаларды іске асырып отыр. Енді сол халық қорының қолдауымен осы жылдың басында біз онлайн жоба іске асырдық. Бұл күнделік деген электронды жәнегі күнделіктің аясында біз онлайн жобаны
сол жәнегі сізге офлайн түрде жасағанды онлайн жасадық, өйткені біз бүкіл Қазақстанды қамти алмаймыз ғой. Сол онлайн жоба бұл енді сол болашақ ми дегенді балалардың өзі берді атауды. Біз сондай байқау жарияладық. Сіздің болашақтарыңыз кәсіби бағыт қандай болайық, осына қандай атау бересіз дегенде кәдімгі бізде конкурс болды. Конкурстың аясында 70% сол болашақ ми деген атауды берді. Бұл жәнегі офлайн режимде жүрген дүние қазір онлайн. Енді соның аясында біздің жұмысымызды басқа да осы нарықтағы операторлар көріп бізге шығып жатыр. Бүгінгі таңда еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің өзінің құрамында сондай енді құрылымдар бар, солар бізге шығып бізбен бірге жұмыс жасаңыз деп отыр. Яғни мен айтайын деген дүнием, кәдімгі мемлекет жасаған дүниені нақты өз мақсатты орнына жеткізу керек. Ол үшін біздің қоғамды сондай бір белсенділікке шақыру керек. Мұғалім деген ол енді ең біріншіден әлеуметтік рөлі өте мықты ғой. Ол тек қана маман емес қой. Ол ата-ана, ол әріптес, ол тәрбиеші, сөйтіп кете береді ғой. Сондықтан мына тәлімгер жобасы ол мына әлеуметтік бастамалар мен инновацияға қолдауға бағытталған жоба. Бірақ бұл тәлімгер қазіргі таңда, енді мен түсінуім бойынша, қазіргі мына біздің ағымдағы Қазақстандағы жағдайға қатысты бизнес белсенді болу керек деп санаймын. Өйткені мемлекеттің тарапынан қайталайын, барлық дүние жасалған. Ал бизнес осыған дайын. Оған дұрыс идеяны, сол идеяны нақты күтілетін нәтижесін көрсетсеңіз, бизнес жоқ демейді. Енді мен өзім сол бизнеспен жұмыс жасап отырғаннан кейін сондай нәтиже көріп отырмын. Бір айтайын дегенім, өкінішті дегене жағдай, ол мына Қостанай облысы бойынша 70% балалар, мына біз жұмыс жасаған, олар мысалы бізде қандай өндіріс бар, бізде нарықта қандай мамандар қажет, соған қатысты ақпарат жоқтың қасы. Біз соны да қазір сол экожүйеге қойып, ары қарай да жұмыс жасауға бағыт алып отырмыз. Жақсы. Өте көлемді де маңызды мәселелерді айттыңыз. Шын мәнінде келісем, бір жағынан, бірақ жалпы сол біз еститін бизнес өкілдері, енді үлкен бизнес туралы айтып жатсыздар, мысалы еліміз ірі. Бірақ жалпы бізде Қазақстанда бизнес кәсіпке жүрген адамдар, кейде мысалы жұмыс берушілер қатты қызығушылық танытпайды сияқты. Осы жаңағы жастарды, жас буынды профориентацияға, енді әрине барлығы түсінеді, бірақ сонда да бізде мүмкін белгілі бір жүйе қалыптаспаған шығар. Жалпы бізде мүмкін кіші орта бизнеске қатысты мемлекеттік жаңағы саясаттың осындай жағдайы әсер ете ме? Себебі тек қана ірі бизнес қана осымен айналысу керек пе? Мүмкін біз шағын бизнес, орта бизнестерді де осы мынау жұмылдыру керек, кәсіпкерге мысалы. Өйткені ол кадрлар қайдан шығады? Кадр ол жалпы осы қоғамның мүшелері ғой. Сондықтан мысалы біз бір ғана мысалы өңір аймақты алсақ, мысалы Маңғыстау облысын алсақ, ол жақта түсінікті ірі кәсіпорындар бар, және шағын, енді кез келген аймақта ол шағын бизнес, ол білесіз, ол негізгі қоғамды құрайтын орта тап. Ол егер осы құрам көп мықты болса, әрине біздің қоғамды, экономикамызды мықты болады, себебі бізде тұрақтылық сақталады, жаңағы кадр ағымы аз болады, мысалы. Сондықтан осы мәселелер түбінде осы кейде айтады, жастар бір жерде қазір тұрақтамай жұмысты ауыстыра береді, мамандықты ауыстыра береді, немесе жаңағы мамандық бойынша жұмыс істемейді деген сияқты мысалы статистика келтіреді, мысалы мысалы мамандық бойынша диплом алады, ал мамандық бойынша жұмыс істемейді. Сондықтан әрине бұл жерде тек қана мемлекет емес қой, осы мәселеге бәріне жауап беріп, бәрін реттейтін. Сондықтан сізбен келісем, нарықты, жаңағы нарықтың заңдылығымен, жаңағы сол жердегі агенттер, немесе стейкхолдерлер дейміз, жаңағы жоғары кәсіп бизнес, олар енді түсінді. Бізге жаңағы мамандар шетелден емес, осы қоғамның азаматтары, сондықтан бұл болашақ біздің мамандар, жастар, соның ішінде. Сондықтан біз енді кейде біз айтамыз, ақпарат жетіспейді. Жаңа сіз айттыңыз ғой, экосистема бойынша мысалы
Ал жалпы осы кәсіби бағыт бағдар бойынша кімдер айналысады осы салада? Мысалы сіз осы экожүйені қалыптастырған кезде қандай мәселелерге, проблемаларды тап болдыңыз, мысалы кездестірдіңіз? Енді біріншіден ақпараттың жоқтығы және мүмкін жаңа айтып жатқан мысалы тест методология сияқты, иә, Мгм. осыны жасайтын мамандар арнайы бар ма Мгм. бізде? Енді мемлекеттің тарапынан ондай бағыттағы жұмыстар жасалып жатыр. Бірақ мен тағы да назарыңызды аударайын дегенім, енді ол өзі теорик академиялық жағынан жасалғаннан кейін мүмкін біз күтетін нәтиже бермей жатқан шығар. Сондықтан мен сол бизнес өкілдерін қатыстырсақ, оларға мысалы адами ресурс емес, адами капитал керек қой. Да. Енді жәнегі ірі бизнес дегенім, оларға қазіргі кезде мына жаңа технологиямен қатысты сонда бір белсенділігін көрсете алатын және кәсіпкерлік санасы бар қызметкерлер керек. Тек қана беретін жұмысты орындау емес. Мысалы, RG компаниясы маған қазір әлеуметтанушы ретінде сондай бір тапсырма беріп отыр. Ақтөбе, Павлодар және Қостанай облысында осы жастардың арасында осы әлеуметтік зерттеу жүргізіп, инновациялық потенциалы бар ма, жоқ па? Өйткені біз ірі компания ретінде біздің қасымызда шағын орта бизнесті дамыту үшін бізге сондай балалар керек. Біз мысалы қазбаны алған кезде ары қарай өзімізде жаңа технологиямен игеру, қайта өңдеу мәселесі тұр, бірақ біздің жастарымыз инновациялық потенциал бар ма, жоқ па деген. Енді қазіргі таңда өзімнің кафедрам, әлеуметтану кафедрасы ұлттық университет және Евразиялық ұлттық университетінің аясында бірлесіп сол ғалымдармен жұмыс жасап жатырмын. Осы жылдың аяғында көреміз, біздің сол 3 қалада жастарда әлеуметтік және зерттеудің нәтижесінде инновациялық потенциал бар ма, жоқ па, соны көре жатамыз. Және сіз айту бойынша енді шағын орта бизнесті әрине қатыстырамыз, бірақ қазіргі кезде біздің енді халықаралық деңгейде шағын орта бизнестің экономика үлесі 50-ден 50-дан асса, онда оларды тартуға болушы еді. Олар әлі де жаңа салық кодексімен әлі де аяққа тұрмай жатыр ғой. Сондықтан енді мен ірі бизнестің адами ресурстан адами капитал жасау керек дегенге сондай бір өзекті мәселені бүгінгі тақырыпқа қойып отырғаны мен өте қуанамын. Енді әрине оның арасында сондай бизнесмендер бар, әлі де түсінбейтін, әлі де ол не, ол білім саласы жұмыс жасау керек деген. Бірақ мен ойлаймын, білім саласына нарық бағыт беру керек, кәсіби бағыт беру керек. Нарық өте керек. Иә, қандай мысалы бізде қазір қоғамда көтеріп жатқан мәселе бар ғой, дағдыларды сертификациялау деген, иә. Енді оны нарық айтпаса, ол енді министрлік адамдар қайдан біледі деген ойдамын. Енді бұл жерде мәселе қазіргі кезде кімдікі дұрыс емес мәселе. Барлығымыз бір жерге жүйеге жұмылып, осындай бір нақты қадамдар жасауға мен шақырам. Өйткені өзім солай жасам. Мен үшін Қазақстанда жаман адам жоқ. Бәрі де өзінің түсінігі бойынша белсенділігінің арқасында бір дүниелер жасап жатыр. Енді мен өзім нақты кәсіпкерлік және бизнес оқу бағдарламасы автор ретінде болашақта біздің президент 2022 жылы айтты ғой, біздің инновациялық экономика жаңа толқын кәсіпкерлер керек. Енді ол кәсіпкерлер бір күнде тумайтын нәрсе ғой, ол қалыптасатын, ол сана ғой. Сондықтан мектепте жәнегі сол бағдарламаның өзінің бұйрығы аясында соны іске асырылып жатыр. Сол Маңғыстау облысында біз белсенді жұмыс жасап отырғанымыз 10-11 сыныпта және колледж студенттерді осы кәсіпкерлікке жақындату, өздерін шағын орта бизнеске икемделу, тек қана бір компанияға барып жұмыс жасау, сол компанияда жұмыс жасай жүрсе де өз белсенділігін көрсетсе, ол ары қарай өзі бизнесмен кәсіпкер болуы мүмкін ғой. Ондай кейс біздің өндірісте де бар. Мысалы, өзіңіз білесіз, Аллагиум Электрик деген Кентау қаласында үлкен ірі трансформаторлық завод бар. Ол заводтың жасап отырған дүниесі мен сондай жүрегіме ұялап, прям қуанамын мен. Өйткені олар өзінің аясында колледж бар. Сол колледждің аясында ол әр баланы өздері солай өсіреді. Ол тек қана заводта жұмысшы болып қалмайды, оның өзінің карьералық трек бар. Яғни ол ертең соның аясында өзін шағын бизнесінде ашу мүмкін. Қазір балаларға мүмкіндік көп. Енді кәсіпке бағдар беру және кәсіпкерлік сана қалыптастыру мен үшін ол бір ұғымдағы дүние.
мен Маңғыстау облысына осы тәлімгер жобасын халық қорының қолдауымен барған себебім осыны жан-жақтан және экожүйеге қалыптастыруда нарықта мықты мамандар бар, бірақ оларды бір жүйеге келтірсек, сонда халық түсінеді не үшін жұмыс жасалып жатқан. Ал жан-жақта біз барсақ, халықта енді филологтар айтады, баннерлық бір слепота дейді, және кім не қандай мақсатта түсініксіз болады да, ары қарай көңілі қалады да, ешкімге сенімсіздік болмайды да. Сондықтан осы ірі бизнестің қазіргі таңда қалыптасып, мысалы Айдын Рахимбаевты Айқанат деген үлкен ауылдың балаларын осы өмірге бейімдеуде үлкен жобасы бар ғой. Сол сияқты қазіргі кезде бизнесмендер бедел және белсенді өз жұмысын көрсетіп жатыр деп ойлаймын. Бірақ және сіз айтқан сұрақ бойынша енді кәсіби бағдар беруге енді мемлекет жауапты болғанымен, оның ішіндегі сапалы дүниесі бір жақты бола алмайды деп ойлаймын. Өйткені ол жерге нарықта нақты бизнес дағды қалыптастыруға көмек көрсету керек. Өйткені оны тұтынатын бизнес қой. Ол шағын болсын, ол ірі болсын. Жақсы. Енді мынандай не жаңа президентті сөзін келтіріп жатсыз. Жалпы президент бұл биылғы жылы жас жұмысшылар жылы деп жариялады, иә? Ол бастамасы ғана. Бастамасы. Ол бітпеу керек. Мен сіздің бір конференцияда айтқан сөзіңіз еске түсіріп жатыр. Жалпы техникалық мамандықтарға қазақтың балалары келіп жұмыс істеу керек. Бұл өте көп адамдарды, қоғамды жалпы қолдады. Сондықтан осы тұрғысынан сіздер енді түсінікті Маңғыстау облысында, басқа өңірде, Кентауда жаңа жақсы жұмыстар, жобаларыңызды атқарып жатсыздар. Бұл өте маңызды. Бірақ неге біздің жалпы біз енді түсінікті үкімет, мемлекет енді көп мемлекеттік гранттарды, мысалы оқу гранттарын техникалық ғылымдарға бөледі, мысалы қателеспесем 50%-ға дейін. Мысалы сосын педагогикалық, медициналық, IT саласы мысалы қазір. Жалпы осы техникалық мамандықтарға қатысты бізде кімдер бізден оқу университеттері оқытады, бірақ сол балалар сол кәсіпорындарда жұмыс істеуге мүмкіндік ала ма? Мысалы осы Allure компаниясы сияқты, мысалы үлкен машина құрастыру техника саласының қазіргі енді техника бір орында тұрмайды, дамып жатыр. Сондықтан біздің қаракөз балаларымыз осы мамандықтарға барып, оқып, болашақта осы мамандықта игеріп жатса, бізге де бір Қазақстан экономикасында жақсы серпін ғой. Сондықтан сіздің байқауыңызша жалпы қалай болып жатыр қазір жағдай? Осы сіздің сөзіңізді еске алып, сонда бір эмоционалды түрде айтқаным бар. Өйткені осы биыл біздің мемлекет басшымыз жұмыс мамандығы жылы деп жарияланғанда мен қатты қуандым. Өйткені 100 жыл бұрын осыны Әлихан Бөкейханов айтқан. Біз өзіміз тәуелсіз болу үшін, біздің тәуелсіз ұлттық экономика болу үшін біз заводтар ашуымыз керек деп. Енді заводтар ашылып жатыр. Бірақ Айдар мырза, өкінішті бір жағдай, бізде халық арасында мен ата-ана ретінде айтайын, өзім туралы ата-ана ретінде менде мысалы өндірістік ликбез болды, яғни өндірістік сауатсыздық болды. Өйткені мен білмеймін, қандай завод ашылып жатыр, ол не істейді деген сияқты. Мен соны сезіне отырып, мысалы мен Астанада жұмыс істеп отырғанда, Қостанайда осы машина өндіріс заводы бар екенін білген жоқпын 20-шы жылға дейін. Ал неге ол олай? Мен ата-ана ретінде айтамын. Ол үлкен сұрақ. Ол мен өзім сондай ізденісінде жүрмегендіктен ба, неге олай болды деп. Сонан кейін сол жәнегі Қостанайға барып, сонымен жақсы танысқаннан кейін менде бір ақ сұрақ туындады. Неге қаракөздер ол жұмысқа бармайды? Неге қаракөздер заводқа бармай базарда жүреді деп. Мен жүрегім соған қатты ауырады, әлі де ауырады. Мен мысалы біздің Астана қаласына ірі базарларға барсам, сол жерде қазақтың жас балалары жүрсе, жүрегім қатты ауырады. Менің ойымша біздің кезде осы дұрыс бағыт бермегендіктен ба деп ойлаймын. Сондықтан осы жобалар туындаған шығар деп ойлаймын. Мен өзімнің
міне әріптестеріміз, өзім автор оқытуым айтады ғой, сіз осы операционный жұмысқа кірмеңіз, сіз тек қана стратегиялық идеяларыңыз туындата беріңіз деп. Ал мен енді әлеуметтанушы болғандықтан мен әр мәселені жан жақта қараймын, оның себебі қайдан болды деп. Мен қазір мойындайтын бір нәрсе, біздің білім жүйесінде осы кәсіби бағдар беру бір жақты болып келеді. Сондықтан мен сол бизнесті қатыстырып, екі жақты болып, екі нақты аяқ болу керек та бұда. Енді өндірістік сауатсыздық ол қазір мен ондай зерттеу жүргізген жоқ, бірақ олай ішкі интуиция бойынша айтатын болсам, 80% ата-ана білмейді. Біз қандай завод салып жатырмыз, қашан салып жатырмыз. Сондықтан өндіріс министрлігіне менде сондай эмоционалды ұсынысым болды. Өйткені өндіріс министрлігі біздің білім министрлігіне бағыт бағдар беру керек. Бізде министрлікте бәрі жан жақтан сол бастары бір қосылмайтын бір сондай. Сосын мен ойладым, енді мемлекеттің деңгейінде менде ондай мүмкіндік жоқ шығар сондай мәселені шешу. Бірақ мен өзімнің шамам келгенше, білім тәжірибем шамам келгенше мен бизнеске барам, ERG-ге барам, Алюрге барам, Халық банкке барам. Мен түсіндірем. Абай айтқандай, жүрекпен айтсаң, жүрекке жетеді. Сол Құдайға шүкір, енді жүрекке жетіп, осы жобалар іске асырылып жатыр. Бірақ және кәсіби бағдар берудегі бағдарламаның ішінде әлі де көп деген дүниелер жасау керек. Ол тек қана мектептегі мұғалім ойына асып қойып, қайда деп айта алмаймыз біз, Айдар. Бұл өте үлкен қателік. Және қазіргі таңда заман зымырап өтіп барады ғой. Біз көп назарды, өзіміздің фокусымызды мектепке бағыттауымыз керек. Өйткені мектеп кімді шығарады, ол барып колледжге оқиды, ол колледжден университетке. Ал енді сіздің сұрағыңыз, неге сол колледжді және мемлекеттік грантқа оқып алған бала неге бармайды? Өйткені дуалды оқыту жүйесі бізде әлі әлсіз, оны мойындау керек. Мысалы, жүріп жатыр дейді, есеп бойынша. Жалпы енді есеп бір бөлек, бұқаралық ақпарат құралдарында енді есеп бір бөлек, ол енді ал нақты, енді сізде де ауылда да жан жақта туыстарыңыз бар ғой. Мысалы, мен Өскемен тумасын, маған туыстарым хабарласып айтады, біздің бала қайда бару керек оқуға деп менен сұрайды. Астанада, ол дұрыс емес қой. Енді мен шын нақты айтайын да сізге. Олар оқу бітірсе маған бағыт салады, қайда жұмысқа шығу керек деп. Ол дұрыс емес. Мен осы мәселені шешу мақсатында, енді бір адамға айтқанмен жақсы, көрсеткенімді дұрыс шығар деп, Алюрдың қолдауымен мен университеттерін, ғалымдарын, инженер ғалымдарын жинақтап, Алюр, ERG компанияның инженерлерін, техникалық инженерін жинақтап, бір топты Кореяға 2 рет апарып келдім. Кореяда көрсеттім. Техникумдар, колледждер былай жұмыс істейді, мектептер былай жұмыс істейді, университет былай, ғылым былай дамиды. Бізге не кедергі, ал көзімізден көріңізші деп. Сол кезде енді әріптестерім бірге барған, көп нәрсеге үйренді деп ойлаймын. Осы жерде айтайын дегенім, мына Сәтбаев университет және Алматы қаласындағы соның ректоры өте сондай пысық, өте сондай мобильді. Сол кісіге осы барып айтым, бізге мысалы автопромға машина жасау өндірісіне осындай инженерлер керек. Ол үшін дуалды оқыту жүйесін осылай бағыттаса қалай болады деп. Ол кісі бірден, өйткені мен бизнес ретінде барып отырмын ғой. Ол кісі бірден қолдап, сол екінші курстан бастап біз студенттерді сол Алюр компаниясын өндіріске икемдеп, олардың дипломдық жұмыстарын тақырыптары сол қазіргі Алюрге қажет тақырыптарды алып, сол жерді жазды. Және диплом жұмыстарын бұл біздің өндірісте қорғады. Ол кафедрада қорғалмайды, өйткені ол өндіріс қой, және сіз өзіңіз айтпақшы, ол тез дамиды, тез өзгереді. Сондықтан сөйтіп біз сол дуалды жүйенің шешу жолын сөйтіп Сәтбаев университетпен көрсетіп, енді бүгінгі таңда сол машина өндірісі факультетінен және машина жасау факультетінің студенттер біз Қостанайға барып, және дуалды оқыту өндіріс практикасына барып қалып жатыр. Міне осы қыркүйек айында 13 студент кетті. Енді ол Алматыға қарамастан Қостанайға, өңірге, яғни жастар бізде дайын, оларға дұрыс бағдар беріп, көздерін ашып, кәдімгі тәлімгерлік жасау керек деп ойлаймын. Қолдарынан ұстап, бәрін көрсетіп, және сенім. Ол ең бастысы сенім. Қосылам, жалпы сіздің айтқаныңыз жаны бар. Сізде осы салада жүрген бір жанашырсыз, білеміз,
бірақ менде кейде мынандай ойлар туады да, бірақ біздің қоғам жалпы индустриялық заманға, қоғамға әлі де саналық тұрғыдан өткен жоқ. Біз енді түсінеміз, бұл біздің тарихымызға байланысты. Себебі біз мына феодалдық шаруашылық кезеңнен бірден Герберт Спенсердің эволюциялық теориясы бар ғой, мысалы әрбір қоғам белгілі бір тұрғысынан өзі келу керек. Қоғамның ой санасы жетіліп, сонда ғана қоғам мысалы технократтық, индустриалдық қоғамға келіп, солай өзі пісіп жету керек. Бірақ біздің тарихымызда өкінішке қарай осындай жағдайлар орын алды. Бізге бірден оны күшпен енгізілді. Иә, индустриализация бізде коллективизация, 20 ғасырдың басындағы көптеген зұлмат жылдармен байланысты. Сондықтан бізде әлі де жалпы қоғам санасында технократиялық бағытқа қарай енді ғана ойынып жатқан сияқты. Менде кейде сондай ойлар туады да, неге бізде әлі де санамыз анау бір техникаға немесе бір заттарға нету алыстамыз. Біз көбінесе мынау гуманитарлыққа, әлеуметтік немесе қызмет көрсету, медицина, басқа салаларға, педагогика әсіресе соған жақындаумыз. Ал техникалық енді мүмкін де біз әлі де осы кезеңде пісіп келе жатырмыз. Мысалы, иә, бізде сіздер сияқты осындай адамдар бізде осы қоғамды біз қалыптастырып, санасын сөйтіп оятып, осы техникаға әсіресе жастардың оятып жатырмыз, иә, деген ойлар келеді. Енді басқа қалай түсіндіруге болады, иә, мысалы. Сондықтан біз енді көп мына жастарға қарасақ, біздің көрермен жас адамдар, болашақ қазір мысалы кім болам, қандай мамандыққа барған дұрыс деген сияқты кеңестер алғысы келеді. Соған байланысты сіздің жалпы өзіңіздің ойыңызша біз енді қалыптасқан қоғамда енді түсінікті, немесе жаңа сіз айтқандай ата-анасы шешеді, кім оның мамандығы кім болады, немесе ол бала мектепте оқыған мұғаліммен байланысты, иә, мысалы физика, немесе математика мұғалімдері профориентация бағдар көрсетіп, түсіндіріп, мысалы, иә, физиканы жақсы оқитын балалар инженер боласыздар деген. Немесе енді өткен жолы бізге айтты, кейбір студенттердің зерттеулері бойынша жай ғана менің құрбым бір университетте оқу үшін бірге түсе салдым деген жауаптар да болды, мысалы. Сонда ол жалпы өзінің өміріне былай жауапкершілікпен қарамау, иә, немесе диплом алу жай ғана бір кезең, иә, міндетті кезеңдердің бірі деп ойлайды. Жалпы сіздің осы бүгінгі жастарға қатысты сипаттама болсын, немесе кеңес айтсаңыз, жалпы қандай салаларға бізге қазір, енді түсінікті, техникалық ғылымдарға көбірек кәсіби бағыт бересіз, бірақ болашақ қандай ғылымдар көбірек пайдалы, әсіресе біздің қоғамға соңғы технологиялардың дамуы, жасанды интеллект дейміз, тағы да басқа салаларды айта тұра, мысалы қазіргі жастар қайда бару керек, қалай ойлау керек, қайдан ақпарат алу керек, не істеу керек, осылай бір сұрақ. Сіз өте дұрыс айтасыз. Енді бұл үлкен мәселе, ол мемлекеттік деңгейдегі мәселе. Жастар енді болашақтың сол тірегі ғой. Біз қалай бағдар береміз, солай олар қалыптасады. Бірақ енді тарихта сөйтіп қалыптасқаны, ол дұрыс, ол болған нәрсе. Енді біз тарихқа енді көп назар аудара берсек, оны біз алға жылжымаймыз деген сөз. Бірақ мені қуантатын бір жағдай, енді мен face-to-face жұмыс жасаймын ғой, жәнегі өңірлерге барам. Мен Астана мен Алматыны бүкіл Қазақстан деп есептемеймін. Сондықтан өзім өңірдің адамы болғаннан кейін, мен жүрегім көбінесе өңірге бағытталады. Енді қазіргі жаңа бомбалар өте икемді. Олар енді өте бізге қарағанда пысық. Біз енді өткенде солай болды ғой деп әлі де өз-өзіміз жұбатып отырғанмен, біздің өскелең ұрпағымыз өте пысық. Сол пысықтыққа енді дұрыс бағып біз берсек, біз енді соны бір мезетте шеше аламыз деп мен оған сенімдімін. Өйткені мен және Қостанайға ауылды аралағанда балалар 3 күн ішінде мысалы өзінің бойындағы қабілетін аша білді. Өйткені біздің әдістемелік негізіміз ол ойын түрінде.
қазіргі кезде енді ойын түрте жеткізе аламыз, иә. Бізде мысалы негізгі әдіскер өте мықты методолог Ермек Дүйсенханов деген. Сол кісі осы біздің тестті және әдістемелік барлық нұсқаулықты сондай түрде жасағаннан кейін ол тез жеңіл түрде өтеді. Енді және сіз көтеріп отырған мәселені енді қоғам болып қоғамның өкілі ретінде жай ғана қарап отыра алмаймыз. Енді өз үлесімді қосып жүрмін деп мен ойлаймын. Бізде қазіргі кезде барлық күшті мектепке салып, сол мектептің қабырғасында отырған мұғалімдерге шынайы өздерінің жүрегінен шығатын, өздерінің жүректеріне қонатын біз семинарлар және тренингтер өткізуіміз керек. Мен жалпы ірі бизнеске барған кезде айтам, бүгінгі мектептің мұғалімінен сіз ертең болашағыңыз тәуелді. Сол мұғалімге қандай қолдау көрсетесіз, солай оның алдындағы оқып отырған оқушылар ертең болашақ болады деп. Бізде қазір өкінішке орай енді мемлекеттің тарапынан да жасалып жатыр ғой дүние, бірақ қысым ретінде ол әлеуметтік мәртебесі көтерілмейді ғой мұғалім. Ол мұғалімнің өзі ізденгіш болу керек. Қазіргі таңда мына пилоттық жобада Маңғыстау облысында біз әдістемелік орталық аштық тәлімгер, соншаққа ол ашық алаң. Кез келген мұғалім өзінің әлеуметтік бастамасын сол жерге көрсетіп қолдау алады. Қолдау ол жәнегі менторлық, әдістемелік және қаржылық. Енді осы жұмыста өзім мұғалім болғаннан кейін, өзім оқу саласында жүргеннен кейін, менің ойымша біздің ғасырға мұғалімнің жаңа болмысы қалыптасу керек. Ол өзі ізденіс үстінде болатын адам болу керек. Енді қазіргі жаңа министр келді. Мен ойлаймын, көптеген қағазбастық жұмысты біз жоққа шығарсақ, мұғалім өзін бір сондай жасампаз болуға, еркін ойлауға сондай мүмкіндік берсек, ол мұғалім сол дүниені жасайды. Ал шынайы, енді мен өз тәжірибемнен айтайын, менің туыстарым ішінде өте көп мұғалім бар. Сол мұғалім мектептен келеді, үйдің шаруасы біткен, таңғы 3-ке дейін отырады. Өйткені ананы толтыру керек, мынаны толтыру. Енді ол ертең жұмысқа барғанда қандай бағдар бере алады, тез сабақ өтсе деп ойлайды ғой. Енді ол шынайы, Айдар мырза, оны біз жоққа шығарсақ, мен қазір айтам, біз қоғамда өзіміз диагнозды өзіміз анықтамасақ, сол аурушаң болып жүре береміз. Нақты өзімізге шынайы, біріміз көзімізге көріп, мынау солай ғой деген нәрсе. Мысалы, мына ірі бизнес қолдап отырған жобалар, ол бірден келген жоқ, қаншама зерттеу болды, қаншама фокус группалар болды, және соның нәтижесінде шығып отырған ғой. Мысалы, мына Қостанайда өткен 1000 бала жобасы, мен білем, кәсіби бағдар, мысалы өндірістен тыс жүріп жатқан дүние. Сол мектептегі мұғалім, ол өзі білмейді қандай өндіріс ашылып жатыр, қалай енді ол қандай бағдар береді, және оның тесті, ол қанша үйренді ме, үйренбеді ме, ол бізде тез жүретін дүние ғой. Сондықтан асықпай мен осы жобаны іске асырғаным сол, және де әлі де нәтиже келіп жатыр. Және сіз айтасыз, жастар бармайды, жастар барады. Бізде 5-ші сыныптан бастап, мысалы, Әлюр қабырғасында болашақ инженер деген жоба бар. Соның аясында 4-ші сыныптан робототехника, мехатроника деген сала бойынша келе жатқан, қазір 11 бітіріп жатыр. Ол айтады, мен тек қана автоөндіріске барам, қыз бала. Сонда енді бір реттік жобалар болса да, ол біздің жастардың көрінісі ғой. Жастарға дұрыс бағдар берсе, тағы да нақтылап айтам, ол нарықтың дағдысымен қалыптасса, бала барады. Енді қазіргі таңда біз мемлекет тарапынан тапсырыс болып жасалған бар ғой, жаңа мамандықтардың атласы дейміз да, атлас новых профессий да, соның аясында да көптеген зерттеулер жүргізді ғой. Қазір нақты осындай бағытта мамандыққа бар деп бірден айта алмаймыз. Ол тек қана мына кәсіпкерлік санасы бар бала, ол өте белсенді болады, өте пысық болады. Енді біздің қазақтың тарихында бар ғой, мысалы, бәріміз қоғамда айтамыз, ол оңтүстіктің адамы деп айтамыз ғой. Бірақ оңтүстіктің адамының мен өзі қатты қастерлеп құрметтейтін дүние, ол өте пысық болып келеді. Олар нарықты интуиция арқылы зерттеп отырады. Бейімделгіш. Енді қараңызшы, мен мысалы кәсіпкерлік және бизнес негіздері деген курстың аясында кәдімгі біздің оңтүстіктің адамның бойындағы бар қасиетті салып отырмын да, шынайы керек. Енді орысша айтқанда предприимчивый тип характера. Яғни кәсіпкерлік сана. Соны қазір мына Маңғыстау облысы бойынша тек қана мұнай емес, осы өмірде билеп отырған мұнайдан басқа да басқа өндіріс бар. Қазіргі таңда бүгінгі күні мысалы Түрксой World Skills болып жатыр, колледждерінде.
оларда үлкен қаражат бөлінді, жаңа аэропорт салынып жатыр, яғни туризм дамыту, үлкен мемлекеттік саясат бар. Енді сол мектептің қабырғасында оқып отырған балаларға дұрыс кәсіби бағыт беріп, сол туризмді ары қарай дамыту керек қой. Енді сіз бен біз жастағы адамдар жол салып кеткен жолды ары қарай жүргізетін кім? Балалар. Сондықтан мектептен бастап, міне Маңғыстау облысы бойынша айтайыншы, Маңғыстау облысы бойынша біз қазір өңірлік шағын орта бизнес атласын жасамақшымыз. Оны мектеп қабырғасына және кәсіпкерлік және бизнес негіздері сабақ аясында бір тұтас тәрбие деген бізде бағдарлама бар. Кәсіпкерлік сананы қалыптастыру үшін ол тәрбие көзі ғой. Сол тәрбие көзін бере отырып, біз осы бағытқа берсек, ертең мысалы туризмге жақын, туризм ішіндегі көптеген шағын орта бизнесті аша алатын, соған бара алатын біз ұрпақ қалыптассақ, онда Маңғыстау облысы туризмді кластер болады. Қостанайға келетін болса, ол бізде индустриальный өңірге, соған қатысты біз балаларды осы техника, инженерлік сананы кәсіби бағдар арқылы тікелей сол өндірістен жұмыс істесек, ол қалыптасады. Мысалы, басқа өңірлер, мысалы, ауыл шаруашылығы осы сөйтіп кету. Мен ойлаймын, бізде өңірлерде өзінің ерекшеліктері бар. Сол бағыт бағдар бағдарламасына біз сол өңірдің ерекшеліктерін салуымыз керек. Ол жердегі бизнесті қатыстыру керек. Дуалды жүйе деген ол не деген сөз? Ол нарықтағы бар, және вызов дейміз ғой, нарықтағы бар өзінің сұрақтары, мәселесі, ол әдістемелік және оқу бағдарламасымен бірге жүрген кезде дуалды жүйе қалыптасады. Бізде әлі оған келген жоқпыз, өкінішке орай. Қазіргі кезде сонда бізде жаңа сіздің айтып жатқан жоба бойынша Маңғыстауда және Қостанайда ғана, иә, кішігірім бастамалар бар. Иә. Қалған өңірлерде әлі де қалған өңірлерде біз және болашақми онлайн жоба ретінде ұсынып отырмыз. Ол және Қарағандыға кетті, қазір Абай облысына кетеді, Павлодарға. Өйткені ол жақтан бізге сұраныс келіп жатыр. Сол еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің өзінің құрамындағы мекеме бізге де сұраныс беріп жатыр. Біз солармен бірлесіп, біз оны әлеуметтік жоба ретінде жасағанның ол барлығына тегін. Сонда балалар жалпы осы кәсіпорындарға барып па, әлде кәсіпорындар сол мектепке келіп, жаңағы дуалды форматта өзінің жаңағы кәсіби бағдар беру жұмысын жүргізеді, иә? Кәсіпорындар бару керек. Өйткені оларға керек. Иә, әрине. Сол жәнегі мектепте беретін, сабақ беретін, кәсіби бағдар беретін маман, ол сол өңірдегі кәсіпорындармен тікелей жұмыс жасау керек. Бізде ол әлі қалыптаспаған. Мына дуалды оқыту жүйесі, ол бізде колледж бен университетте әлі сондай қалыптаспаған, бірақ колледжде қалыптастырып келе жатыр ғой. Бірақ мен ойлаймын, бұл бізде сабақтастық жүйесінде болу керек. Ол мектептен басталу керек. Бізде қараңыз, бір тұтас тәрбие деген үлкен жоба бар мемлекеттік деңгейде. Ол тәрбие деген тек қана мәдени шаралармен шектелмеу керек қой. Ол кәдімгі еңбек, кәсіп, азамат деген дүниелермен қалыптасу керекті. Мен қашан азамат бола аламын, мен өз нанымды өзім таба алсам деген. Ол үшін мен не істеуім керек деген сұрақ туындау керек қой тәрбие аясында. Бізде енді мен өзім қызым 6-шы сыныпта оқиды, былай қарап отырам да, оларда әлі кәсіби бағдар берілмейді. Сонан кейін енді ғалым ретінде айтатын болсам, осы ғалым жолында жүрген адам ретінде бізде пән аралық байланыс жоқ мектепте. Ол дұрыс емес. Өйткені мысалы кәсіпкерлік және бизнес негіздері сабағы бізде 10-11 сыныпта. Ол тым кеш. Енді біз халықаралық деңгейде зерттейтін болсақ, бізде алып бір түгі салатын дүние емес қой. Ол кішкентай есінен бастап тәрбиеде де болу керек, әр сабақтың аясында да болу керек. Сонда ғана кәсіпкерлік сана қалыптасады. Кәсіпкерлік санасы бар адам дұрыс кәсіпті таңдай алады, кәсіпкер де бола алады. Бізде ол өзіндік бір жол емес, ол орысша айтқанда должно быть вшито в каждый предмет, иә? Каждую дисциплину дейміз ғой, және пән аралық байланыс болу керек. Өкінішке орай бізде ол жоқ. Иә, мен түсінемін, әрине әр сабақ бізде өзінің стандарт бойынша жүреді. Бірақ сол стандарт ішіне мұғалімдерді оқытқан кезде, мысалы мен математика сабағы мұғалімі болса, менде сондай құзыреттілік болса, мен әр тақырып математикада өтемін. Мына нарыққа қандай пайдасы бар, немесе нарықта математика қандай байланыс бар дегенді үйретуім керек. Бізде ондай жоқ. Мен өзім 17 жыл мектепте жұмыс істедім, университетте жұмыс істедім. Сол баяғы жарта, сол жарта. Иә, кейбір комментарийлер бар ғой.
маған болашақта косинус пен котангенс қай жерде керек деген сияқты, иә иә. иә сол қалыптасып қалады. Иә, дұрыс. Енді біздің уақытымыз жақындап аяқталып жатыр. Сондықтан енді қорытындылай келе, жалпы қазіргі кезде әрине бизнес кәсіпкерлік және инженерлік техникалық мамандықтарға сұраныс жоғары, және мемлекеттік деңгейде ол жоғары қойылады. Мынау сізге соңғы бір қысқаша сұрақ, жалпы сіздің ойыңызша енді инженерлік болсын, енді техника болсын, жалпы болашақта мына топ-5 қандай мамандықтар сұраныста болады деп ойлайсыз алдағы 5-10 жылда? Енді қазіргі кезде жасанды интеллект біздің өмірімізге енді сондай белсенді еніп жатқаннан кейін нақты айта алмаймын, бірақ енді IT саласы ол пәнаралық болу керек. Және осы Кентау зауытындағы осы негіз қалаушы Ильяс ағамыз маған осындай бір батасын берген кезде осындай бір ұсыныс айтып еді. Біздің қазақтың болашағы инженерияда. Енді мен ойлаймын, инженерия деген тек қана өндірісте емес қой, инженерия деген жалпы бағыт қой. Сондықтан осы біздің балалар инженерлік сана қалыптастырса, кәсіпкерлік сана қалыптасса, өзінің жолын өзі таба алады деп ойлаймын. Бірақ қазіргі кезде сіз сұрақ қойып отырғаныңыз енді бұл жаһандық үлкен мәселе. Қандай мамандық болады, қандай мамандық кетеді. Бірақ сол жас ұрпақтың бойында осы сана қалыптасса, жерде қалмайды деп ойлаймын, өз бағытын өзі табады деп. Бірақ енді кәсіпкерлік сана деген ол күнделікті нарықта болып жатқан дүниені сезіп, интуиция арқылы шешіп отырады ғой. Енді өзіңіз білесіз, бизнесмендер қандай. Және осы жерде айта кетейін деген, енді зерттеуші ретінде біздің қоғамда, қазақстандық қоғамда бизнес-институт қатты дамыған. Қазақшалап айтқанда бизнес-институт ол алып сатарлық, яғни Қытайдан әкеп сату. Ал қазіргі кезде біздің қоғамға кәсіпкерлік сана қалыптасып, инновациялық экономика керек. Яғни мына бізді көріп отырғанымыз бәрі Қазақстанда жасалу керек. Мысалы, женегі жиһаз жасаймыз, қазақстандық деп айтамыз, бірақ оның ішкі шикізаты қазақстандық емес қой. Машина жасаймыз, оны да сын түрінде айтады ғой. Не алсаңыз да, киім тіксеңіз де, оның өзінің шикізаты біздікі емес. Немесе өңделген шикізат керек. Иә, сондықтан бізде кәсіпкерлік санасы, ойы қалыптасқан қоғам болса, жастардың арасында, біріншіден өздерінің кәсіби бағдарын өздері анықтайды, және осы нарыққа өздері тез бейімдеп алады. Және мына жасанды интеллект оларды тез-тез икемдеп отыр да оған қатысты. Мен ана ретінде айтамын, мысалы, қазіргі таңда да қызым 6-шы сыныпта, менде де қазір ойлаймын, қандай бағыт беру. Бірақ ең бірінші, мен сол қызымның бойындағы қабілетіне көп назар аударамын. Қазір математика дайындап отырғанымен, бірақ ода өте сондай өнерге жақын. Ал енді отбасымызда сол бағыт қалыптасқаннан кейін, мен ойымша қызым математик болу керек сияқты, бірақ икемі бар, бірақ оның ішкі дүниесі сондай бір сурет салу, дизайн, және мына планеталар жайды, ғаламтор, сондай ғаламдағы нелерді өзі, жұлдыздарды зерттеп отырады. Енді ана ретінде мен күнделікті баламның өзінің өсіп келіп қандай сана қалыптастырып соны нетсем, мен ата-анаға айтатын үндеуім, біз ешкімнен ертең баламызды қалай тәрбиеленді, қандай бағыт алды сұрай алмаймыз. Ең бірінші өзіміз жауаптымыз. Жақсы, көп рахмет сізге, осы уақыт бөліп арнайы келіп көлемді сұхбат беріп, енді сізбен де келісеміз. Жаңағы көп пәнаралық салалар алдағы уақытта өзінің тренді болады. Сондықтан көп ғалымдар сол туралы айтады. Сондықтан болашақта да осы тренд сақталып келеді. Осымен біз аяқтаймыз. Құрметті көрермен, бізге жазылып, лайк басып, пікір жазып тұруға ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыз. Келесі жүздескенде сау болыңыздар.